Азайып тұрса ару қала, сен оған асығарсың баруға да, болады қызығыңа қануға да, болады қызуыңа жануға да. Арқа төсінен орын тепкен Арқалық қаласының құрылғанына биыл 48 жыл. Іргетасы 1956 жылы қаланған Арқалық қаласының орналасу тегі бокситкенмен байланысты екені белгілі. Деректерге жүгінсек, осыдан 70 жылдан астам уақыт бұрын Быкова басқарған экспедиция 4 жылдай Қызылқозы жеріне барлау жұмыстарын жүргізген екен. Арада 16 жыл өткенде байырғы геолог Алексей Волков Қарағанды орталық геология басқармасында жинақталған құжаттармен таныса келе, арнайы топты бастап жолға шығады. Бұған дейін әртүрлі шаралар қолданылғанымен, негізінен 1961 жылдың 30 наурызында Арқалық кенішінің бірінші учаскесінде Шмел басқарған экипаж жер қабатын аршып, ал Демченко басқарған экипаж тұңғыш рет КРАЗ 222 автосамосвалына боксит тиеген. Қыры егін кен байлығы әртасында, Арқалық кең арқаның арқасында, тұрады жан-жағы кіл шартты белгі, Торғайым Қазақстан картасында. Кезінде Арқалық қаласындағы халық санының дәуірлеу шегі 70 мыңға дейін жеткені белгілі. Екі рет облыс орталығы болған қала соңғы жабылуында қатты зардап шекті. Ай сайын 400-500 тұрғыны қоныс аударып, жылусыз жарықсыз қалған қала ақын жырлағандай батырдай мерт болып жатты да. Оң қадам, батыл іс-қимылдардың арқасында енді соның бәрі ұмыт. Қаланың сақталып қалуын ел бүгінгі іскер басшысы Жомарт Түекбайұлының іс басына келуімен байланыстырады. Жыл сайын жақсы бір тындырыла бастады. Елдің өз қаражатымен әкімдік үйінің алдында биіктігі 6 метрден астам халық батыры Амангелді Имановтың алып ескерткіші бой көтерді. Елдің өз қаражатымен қаладағы мұсылмандар мешіті толық күрделі жөндеуден өтіп, адам танығысыз өзгерді. Жыл жетістіктерін сараласақ, өткен 2003 жылдың қорытындысында Александр Шпилевой, Жұмабай Идресов, Серік Мұхаммеджанов, Нина Миронова, Юрий Яхантов, Сидакарым Олжаев, Виктор Ковалев, Степан Гачкайлы сынды әр саланың еңбек майталмандары жыл адам болып танылды. Қала халқы өстіп, жаңа 2004 жылды қарсы алды. Жаңа жылдың жақсы жетістіктерінің бірі қалалық мұсылмандар мешітінің бас имамы Ербол Молдахметұлы қасиетті Қағбаға барып, елдің тілеуін тілеп, қажатанып келді. Мұсылман баласының бес парызының бірі қажылыққа бару. Жер бетіндегі дін исламның қасиетті орны Қағбаға барып, қала мешітінің бас имамы Ербол Молдахметұлы қажатанып келді. Қымбатты қажы, қош келіпсіз, діни дәрежеңіздің өскені құтты болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Ассаламу алейкум, мұхтарам жамағат. Міне, жаңа айтып отырсыздар, исламның 5 шартының бірі, міне қажылық сапарға барып, қажылық міндетін атқарып келдім. Міне осы қажылық жолға баруға себеп соған осы, міне халқыма рахмат айтам. Елдің амандығын тілеп, қазақ халқының екі күнде
абыройлы бақытты болуын тілеп, міне тілегіміз тілеп қасиетті жерде сол ысымашылық міндетімізді атқарып, сол тілек дұғалар қабыл болсын деп Алладан сұраймыз. Енді ол жерде қасиеттегі жердегі тілек дұғаның бәрі шек-шүбәсіз қабыл болады деген. Сондықтан мынау қазақ еліміздің мынау егемендігіміз баянды болып, қазақ халқының абырой даңқы дүние жүзіне танылып, осылай имандылығымыз арта берсін деп тілек тілеймін иншалла. Осы жылы қалада спорттың жандануына жаңа бір лебі әкеліп, Бұрқасын 2004 қысқы спартакиадасы өткізілді. Хоккей ойындары, шаңғы жарыстары ұйымдастырылды. Жыл ішіндегі және бір өзгеріс, ол көршілес Амангелді ауданының Екідің Жаңақала Ақтас деп аталатын үш бірдей ауылы Арқалық қаласының құзырына қарады. Шаруашылығы тұралаған бұл ауылдардың қалаға қарағаннан кейін әлеуметтік экономикалық жағынан бірқатар өзекті мәселелері шешілді. Қала тарихының ең бір елеулі өзгерістерінің бірі болып 2004 жылдың наурыз айынан бастап Арқалықта ауыл шаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Ол әр айдың соңғы жексенбісінде үзбей жалғасып, азық-түлік бағасының арзандауына жол ашты. Қаламыздың әлеуметтік экономикалық даму кезеңінің өрге басуына әйелдердің қосып келе жатқан үлесі аз емес. Нақты деректермен айтсақ, қаламыздағы мемлекеттік орындарда істейтіндердің 60%, шағын және орта бизнеспен айналысатындардың 70% қыз-келіншек әйелдер болып келеді. Оларға құрмет көрсету өз жалғасын табуда. Биыл отбасы күніне орай ұйымдастырылған кеште қала әкімі Жомарт Түекбайұлы ел президентінің жарлығымен тағайындалған алтын алқа белгісі мен күміс медалды қаламыздағы бірқатар аналардың омырауына тақты. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында күнкөрісі кедейшілік деңгейінен төмен азаматтар саны 2003 жылдың басымен салыстырғанда 2005 жылы 2 еседей азаюы тиіс делінген. Осы орайда қаламыздағы еңбек және жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау басқармасы жұмыссыздарға бос орынды ұсыну жәрмеңкесін жыл сайын ұйымдастырып келеді. Әрине бұл жәрмеңкенің өтуі қаламыздағы жұмыссыздар санының азаюына көптеген себептерін тигізуде. Биыл бүкіл елімізбен бірге арқалықтарда Ұлы Отан жеңісінің 59 жылдығын жоғары деңгейде атап өтті. Әрине сонау Ұлы Отан соғысының уақыт жылжыған сайын тарихтағы орны ортаймақ емес. Енді жеңістің 60 жылдық мерекесін өткізуге дайындықтар бүгінгі күннен бастау алуда. Биыл еліміздің оқу орындарында ұлттық бірыңғай тестілеу технологиясы қолға алынды. Қаламыздағы мыңдаған мектеп түлектері де осы сыннан өтті. Ыбырай Алтынсарин мемлекеттік педагогикалық институтының жаңа басшысы Әспет Теңесбекқызының айтуынша, 138 бала сынақ қорытындысында мемлекеттік грант пен несие иегері болды. Алтын белгіге үміткерлер арасынан 7 бала тест бойынша 100-ден аса балл жинап, жоғары жетістік көрсетті. Мектеп бітірушілердің құрметіне кең көлемде ұйымдастырылған кеште тұңғыш рет от шашу шашылды.
Қарияларды қамқорлыққа алу дәстүрі биыл да өз жалғасын таба білді. Құрылысшылар лагерінде 280 қария тынығып, денсаулықтарын жақсартып келді. Халқымыз кезінде қол үзіп қалған өнер мерекесі аймақтық Торғай әуендері фестивалімен қайта қауышты және Спартакиадада жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Қазақ халқының әдет-ғұрпы мен мәдениетін жандандыру, жас таланттарды іздестіру, өнерпаздардың орындаушылық шеберліктерін дамыту мақсатында өтетін бұл фестивалдің халқымызға күш-қуат, ерекше рухани азық сыйлайтындығы сөзсіз. Осы жылдың тағы бір жаңалығы талай ғасыр қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, үздіксіз дамып көркем мұраға айналған ұлттық бидің тылсымына балдырғандарды жетелеп балапандай баурап жүрген Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, жоғары дәрежелі мұғалім Абай Құнанбаев атындағы нөмірі 6 мектептің ұстазы Ерсін Жүсіпұлы жетекшілік жасайтын Ақбота би ансамблі халықтық атаққа ие болды. Екі жылдан бері қаладан Торғай Арқалық атты жаңа футбол командасы құрылып, ол еліміздің үлкен доп-додасында тәп-тәуір өнер көрсетіп келеді. Жылма-жыл буыны қатайып келе жатқан жас команданың биылғы ойын нәтижелері де жаман болған жоқ. Ел тіршілігінің күретамыры саналатын Қазақстан темір жолына биыл 100 жыл толды. Осыған орай керуен құрған арнайы отан пойызын халық әртісі Нұрғали Нүсіпжанов қаламызға бастап келді. Биыл қалада күтпеген жерден табиғаттың тосын дүлей мінез көрсетуінің кесірінен қаланың және оған қарасты бірнеше елді мекендерінің тұрғын жайларына әжептәуір нұқсан келді. 109 миллионға бағаланған шығынның орны толу үшін көптеген қомақты істер атқарылды. Жыл ішіндегі жалпы еліміз бойынша өткен негізгі оқиғалардың бірі ол 19 қыркүйекте болған парламент мәжілісінің депутаттарын сайлау күні. Ел өміріндегі осынау елеулі оқиғаға қала жұртшылығы да зор белсенділік таныта білді. Биыл Қазақтелеком акционерлік қоғамы өзінің 10 жылдық мерекесін атап өтті. Қазақтелекомның қаламыздағы бөлімшесі ауылдарға картафон орнатып, қала жанындағы елді мекендерде телефон нүктелерін қайта іске қоса бастады. Аталған ұжым алдағы жылдарда Амангелді Жангелдин аудандарына радио желісін орнатпақ. Ахаң, Жақаң, Сырағаң, Ғафаң сынды ұлы тұлғалар дүниеге келген қасиетті өңірде бұқаралық ақпарат құралдары, қалалық теледидар мен Торғай газетінің ізін баса, Арқалық хабар атты жаңа басылым жарық көрді. Аз уақыттың ішінде бұл апталық газет қаланың өзекті мәселелері мен жаңалықты істерінің жаршысы бола білуде. Қала экономикасының дамуына өзіндік үлесін қосып келе жатқан Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының филиалы Торғай бокситкен өндіру басқармасы биыл 40 жылдық мерекесін атап өтті. Осы мекемедегі жалпы қаламыздағы ортақ тағы бір жетістік ағайынды Владимир және Александр Крестердің әлем чемпионы атанып алтыннан алқа тағуы. Осы өңірдің мәдениетін өркендетуге үлесін қосқан қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібеков атындағы жасөспірімдер театры мұңлық зарлық спектаклін тұңғыш рет сахналады. Осыған байланысты спектакльдің авторы жерлес жазушымыз Қоғабай Сәрсекеев қаламызға келіп, халықпен жүздесті.
Жасөспірімдер театры осы спектакльмен облыс орталығы Қостанай қаласында өткен 12-ші республикалық театрлар фестиваліне қатысып, лауреат атанып келді. Өнер тұнған шежірелі өлке кімге болса да жат емес. Есімі ел аузындағы атақты киноактер Досқан Жолжақсыновтың қаламыздағы өнердің қара шаңырағына келіп, жас актерлармен кездесуінің өзі бір мерей. Сүйер ұлың болса сен сүй деген Торғайдың төл перзенті, Қазақстанның халық ақыны Қонысбай Әбіл елім деп еркелеп келіп, 50 жасын тойлады. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан Арқалық аймағы биыл да бітік егін өсіріп, оны ысырапсыз жинап алды. Егін ораға аяқталар шақта ауыл шаруашылық министрі Серік Үмбетов қаламызға келіп, өңір диқандарымен жүздесті. Министрмен жүздесуде ауыл шаруашылық саласының жетекшілері шаруа жайында өздерін толғандырған көптеген сауалдарға жауап алды. Жаңа басшы Виктор Радченко басқаратын Арқалық жылу энергетика компаниясының қала тіршілігінде алатын орны ерекше. Арқаның алтайғысында жалпы қаланы жылумен қамтамасыз ететін бұл ірі компанияның биылда қысқа дайындығы көңіл қуантарлық. Халыққа керегі жылу, су, электр жарығы коммуналдық қызметтердің жүйелі жұмыс атқаруы. Сүйсінерлігі қаламыздағы осы құралдас шаруа көздері өздеріне жүктелген зор міндеттерді асқан тиянақтылықпен атқара білуде. Жыл ішінде облыстың жаңа басшысы Сергей Кулагин Арқалық қаласының тыныс тіршілігімен 3 рет арнайы келіп танысты. Облыс әкімінің қамқорлығының арқасында қаланың денсаулық, білім, мәдениет, шаруашылық салаларында көптеген оң өзгерістер енгізілді. Ең қомақтылары қаладан 120 балаға лайықталған жаңа балабақша ашылып, 40 пәтерлі үйдің құрылысы қолға алынды. Енді 2005 жылы облыс әкімінің ұйғарымымен қалада студенттер жатақханасы бой көтермек. Қатталып жатқан қала тарихының күнтізбесі осылай сыр шертеді. Жыл сайын жақсы бір сындырылып, қаламыз қазір гүлдену үстінде. Бұл күнде қала қайта күлімдеді, қалайық тіршіліктің түрін көрді. Майырылып қалған қайла қайтышталып, қаламда қызу еңбек дүрілдеді. 2004 жылы атқарылған ауқымды істердің бірі қаламызда салынып жатқан 40 пәтерлі үй. Құрылысы аяқталып пайдалануға берілген Ақбота балабақшасы. Алда Арқалық қаласының 48 жылдығы, республика күні мерекелері, Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 60 жылдық мейрамы. Аталған мерекелер ел рухын асқақтатып, жақсы өмірге жетелей берсін дейміз. Арқалық құт мекені ақындардың, биік тұр өр тұлғасы батырлардың, елімнің бақыты мен шаттық өшпей тұрады куәсі боп ғасырлардың.